бір кездері осы кішкентай ғана Тұрмағамбет дейтін ауылдан 120-дан аса жыраулар, ақын шайырлар шықты деп, осы жөнінде айтсаңыз. Жаңа мен сөздің басында да айттым, баланың барлығы бірдей, оны тәрбиелеу ішінде мәселенің бәрі. Сонда сол біздің елдегі сол тәрбиеге жұмыс деген, жалпы ағартушылыққа жұмыс деген кісілердің өзінің міндетін адал атқарған деп есептеймін. Өйткені себебі жаңа Тұрмағамбет әкемізді айтып жатырмын, ол кісі де Мир Араб Көкілташ медреселерін бітіріп келді. Бітіріп елге келгеннен кейін мектеп ашып, 1000-ның үстінде бала тәрбиелеген. Сол баланың ең нашар дегені Әлиакбар Жұматаев екен. Артына 45 000 жол өлең қалдырған. Нашары ол болса, оның жақсысы қандай болды деген ой туады. Ал бірақ сол жақсылардың барлығын елмен араласып, елге қызмет қылуға үкімет мүмкіндік бермеген кезде. Совет үкіметінің кезі дінді бұлай деді, алай деді, сөйтті да ол кісілердің барлығын тұншықтырды.